أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар, баршаңызға күндердің төресі қасиетті жұма мүбәрәк болсын. Жаратушысын таныған мұсылман адам үшін ынтымақ пен бірліктің маңызы өте үлкен. Ата бабаларымыз ынтымақ ел ырысы, байлық емес, бірлік байлық. Айтысқан ауыл болмас, болыспаған бауыр болмас. Деу арқылы біздерді әрдайым ауыз бірлікте болуға шақырған. Алла Тағала қасиетті Құранда да қоғам мүшелерін өзара бірлікпен, бейбітшілікте өмір сүрулерін бұйырып, астағуз билла, бисмилла, уәлә туфсиду фил арды бағда ислахиха. Жер беті дұрысталғаннан кейін бүлікшілік жасамаңдар деп Ағраф сүресінің 56 аятында айтқан. Ислам тарихында ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдина қаласында бірнеше дін өкілдерін бейбітшілікте бірлік пен ынтымақта өмір сүру үшін Мәдина конституция атты құжат қабылдаған. Бұл асыл дініміз исламда қоғам мүшелері бейберекетсіздікке, жік-жікке бөлінуге жол берулеріне болмайтындығына, олардың өзара бейбітшілікте өмір сүруіне үндейтігіне дәлел. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандарды бір-бірінді жек көрмеңдер, бір-біріне көре алмаушылық қылмаңдар, бір-бірінен теріс айналмаңдар, уа Алланың құлдары. Мұсылманның өз бауырына 3 күннен артық ренжуіне рұқсат жоқ деп ынтымақ пен бірлікке шақырған. Имам Бухари, Имам Муслимде айтылады. Ата бабаларымыздың бірлік қылмай тірлік болмас, немесе бірлігі жоқ ел тозар, бірлігі күшті ел озар деп айтқандай, кез келген қоғамның дамуы үшін онда өмір сүретін адамдардың өзара бірлікте болу аса маңызды. Осы себепті де асыл дініміз ислам адамдардың арасын бөліп жармауға, өзара бірлік пен ынтымақта болу үндеп, адамзаттың бір атадан тарағандарын айтады. Алла Тағала қасиетті Құранда Худжрат сүресі 13 аятында қарап отырсақ, о адамзат дейді. Сендерді біз әуелді бір ер, бір әйелден, бір ата, бір анадан өрбіттік. Өзара қарым-қатынас жасап, бір-бірлерінде танысын деп түрлі ұлт пен ұлыстарға бөлдік. Алла Тағала құзырындағы ең ардақтыларын тақуа болғандарын, Алладан қорқандарын дейді. Шын мәнінде Алла барлық нәрсені толық білуші, барлығынан толық хабардар деп айтқан. Ұлт ұстазы атанған бабамыз Ахмет Байтұрсынұлы білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек деп, осы керектерінің жолында жұмыс жасау керек дейді. Алла Тағала қасиетті Құранның Әл-Ғимран сүресі 103 аятында «Уақтасиму бихаблиллахи жамиға уәлә тафаррақу» барлығын бірдей Алланың дініне берік болыңдар, әсте бөлінбеңдер деп, мүміндерді бірлікте, ынтымақта болды бұйырып бөлінден тыйған. Біз пенде болғаннан кейін, күні кеше ғана дос боп араласып жүргеннен кейін, Алла Тағаланың сынағы келген уақытында, болмашы бір дүние үшін, болмайтын бір сөз үшін кейде ренжісіп қап, 3 күн бұлай тұрсын, айлап, кей уақыттарда жылдап араласпай кетеміз. Біреуін тыңдасан, 100% анау кінәлі дейді. Мынаны тыңдасан, 100% мынаны кінәлайды. Енді шариғат бұға не деп айтады? Ең алдыменен дейді. Бұл болған уақытқа тағдыр мәселесі. Тағдырда пешенінде жазылып қойғаннан кейін, сынақ осындай болады дегеннен кейін, бұл уақиға болып қалды. Бір бөлігін тағдырға бер дейді. Ана досын 100% кінәлі емес. Екінші бөлігін шайтанға бөл дейді. Өйткені араларына шайтан түспесе, қыздырмаса, азғырмаса, реніш болмайтын еді.
Үшінші бөлігін өзіне ал дейді. Өйткені сен де қатысың бар дейді. Енді бар жоқ 100% болып тұрды ма, 75-і кетті ма, ана досында бар жоғы 25% ғана кінә болып тұр екен. Енді сен мұсылмансың ғой? Мұсылманмын. Анау бауыр мұсылман? Я мұсылман. Олай болса, Алла ризалығы үшін кешіру жіберсен, барып сәлеме құшақтассан, мәселе шешіліп кетеді. Жүректе Алладан қорқу деген, Алладан Алланың мейірімі деген бір үміт бар болса, мәселе тез шешіліп кетеді. 3 күннен артық ренжісуге болмайды дейді. Сен қалай намаз оқисың? Ереже бай кетіп, қалай сен ораза ұстайсың? Біреуді ренжітіп қойып жүрсен, о да маңдайын сәждеге тигізіп жүр ғой. Сондықтан міне бүгінгі тақырып ислам ынтымақ пен бірліктіні дейді. Мұсылман болғаннан әр қашанда біз ынтымақта, бірлікте болып жүрміз керек бауырлар. Шын мәнінде жаңа бабаларымыздың алтын нақыл сөздері күш бірлікте дейді. Бір болған уақытта ғана біз үлкен жетістіктерге жетеміз. Алланың рахметіне бөленеміз. Алла Тағала Құранда айтады, барлығын бірдей Алланың дініне берік болыңдар, әсте бөлінбеңдер дейді. Алла Тағала бізді үндеп тұр. Сол себепті де түрлі топтарға бөліну, бір-бірін жамандау, көре алмау, қаралау сияқты істер мұсылмандыққа мүлде жат. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде мұсылмандар бір-біріне бауырмалдықта, мейірімділікте, қарым-қатынаста бір бүтін денес беттес. Егер оның бір ағзасы ауырса, қалғаны ұйқысыз және ыстығы көтерілуі онымен бірге болады дейді. Денені құрайтын ағзалар бірігіп дұрыс жұмыс жасағанда ғана дененің сау болатындығы сияқты, қоғамның мүшесі саналатын адамдар да өзара бауырмалдықпен бірлікте болса, ол қоғам өркендеп гүлденеді. Адам өз өмір сүрген қоғамда өзгелермен қарым-қатынасты дұрыстап, барлық адам бірдей әділ бола біліп, тең дәрежеде қарай білу керек. Алла Тағала қасиетті Құран Нахл сүресінде анығында Алла адамдарды әділ болуға, жақсылық жасауға, ағайынға қарайласуға бұйырады. Арсыздықтан, тоң мойындықтан, азғындықтан тыяды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қоғамның ынтымағымен бірлігін сақтау жолында үлкен қажыр қайрат жұмсап, адамдар арасындағы бірлігі жоғалмау үшін екіжүзділердің өзімен әділетті қарым-қатынас жасаған. Пайғамбарымыз адамдардың қоғамның ішінде бірлік, ынтымақ болу үшін бар өмірін осыған жұмсаған. Сіз пайғамбардың үмметісіз ғой. Пайғамбарына ұсап бақ. Пайғамбардың сөзін далаға тастама. Егер де ертең қияметте сүйген адам пайғамбардың қасында бірге болғың келсе, нәпсіне ерме дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мәдина халқы арасында іріткі салушы мұнафиқтардың, яғни екіжүзділердің бастарына кімдердің жүргенін өте жақсы білсе де, қоғамның бірлігі бұзылмау үшін оны ешқашан елге паш етіп айтпаған. Паш ету былай тұрсын, олармен мұсылмандар секілді қарым-қатынас жасайтын. Мұнафиқтардың көсемі Абдулла ибн Убайдың адам айтысыз қиянаттарын төзіп, оны жазаламау бірлікті көксеуді айқын дәлелі. Хазірет Омар қанша рет сол мұнафиқтың көзін құртуға пайғамбардан рұқсат сұраған екен. Сонда пайғамбарымыз тоқтау айтып, дін ислам үшін, қоғамның ауыз бірлігі үшін сабыр ет, ондай нәрсеге барушы болмадып, қанша рет тоқтатқан екен. Яғни қоғамда бір ынтымақ бұзылмасын деп. Сол Абдулла ибн Убай ибн Салул қайтыс болмай тұрып, баласын ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жіберіп, үстіндегі көйлегін кебін ету үшін сұратқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көйлегін береді дейді. Ел арасында іріткі болмасын, анау мұнафиқ болып кетпесін, әңгіме болмау үшін көйлегінде берген дейді анаған. Пайғамбарымыз және одан тәлім алған сахабалардың ғұмырынан көптеп осындай көріністер уақиғалар көруге болады. Алла Тағала Құранда айтады, кім сабыр етіп, кешірімді болса, дау жоқ, істердің ең маңыздысы осы дейді. Кешірім жасау кендік, кешіре алмау кемдік. Демек, кешіре білу
адамның кендігінен мінез құлқын көркем екендігін дәлел болады. Егер де мен мінезім көркем жақсы болсын десен, өзіңіздің жүруіңізге қатты мән беріңіз. Бір адамдарды ренжітіп алған болсаңыз, әсіресе оның ішінде араласып жүрген, кеше ғана дос болып жүрген адамда ренжітіп қалсаңыз, кешірімді болыңыз. Бұл сіздің көркем мінездің бойыңызда бар екен дәлел болады. Егер де кешіре алмасаңыз, ерік өзіңізде, бірақ Алла тағала айтады, қияметте мен сенімен өзім есептесем дейді. Хазіреті Абу Бәкір, Алла оған разы болсын, өзінің туысы әрі кедей болғандықтан Мистақ есімді кісіге әрдайым көмек қолын созып тұратын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аяулы жары Абу Бәкірдің қызы Айша анамыз, Алла разы болсын, Айша анамызға жала жабылғанда сол өсекті таратушылардың бірі Мистақ екендігі білінеді. Алла тағала Нұр сүресінде Айша анамыздың күнәсі екендігін айтып, оған қатысты сөздердің барлығы ашық жала екендігін баяндағаннан кейін Абу Бәкір бабасы не деп айтады? Алла тағаламен ант етейін, Мистақтың Айша жайында айтқан сөздер үшін енді оған ешқашанда көмек қолымды созбаймын деп ренішін білдірген екен. Осы кезде қасиетті Құранда Алла тағала былай дейді: сендерден кеңшілік, молшылыққа ие болғандар жақындарына, міскіндерге, мұхаджирлерге Алла жолында бермеуге ант етпесін, кешіріп көңіліне алмасын. Алланың сендерді жарылқауын жақсы көрмесіңдер ме? Алла аса жарылғаушы, ерекше мейірімді дейді. Деген аят нәзіл болғанда, Нұр сүресінің 22 аятында, сонда Абу Бәкір Алланың атымен ант етейін, расында Алла тағаланың мені кешіргендігін жақсы көрем деп, Мистаққа барып, оған бұрын көмектесіп тұрғандай, қайтадан көмегін беру жалғастырған екен деді. Осы Құран аяттарын, қасиет айлар келді, басқа уақыттарда қолымыз тимей жатса да Құран оқуға. Осындай айларда күніне ең болмағанда Құранның бір бетін оқып отырып, аудармасын бірге оқып, осыны аятты оққанда адам өзіне білім алады, азық алады рухани. Сонымен өмір сүрген уақытта мына қиналып жүрген жерлерінен түзеліп, өз қатесін көріп, Алланы тәубе етіп, әлі тірі болған уақытында өмірін түзетіп алады. Сөйтіп, Алла тағаланың мейірім рахымына кенеледі иншалла. Міне бауырлар, бұл өмір сынақ қой шынында да. 5 күндік өмір. Болмашы бір нәрселерге, шайтанның арбауына түсіп қап, бір-бірлеспен ренжісіп, дұшпан болып, жау болып қалмаңыз. Адам ғой, пенде болғаннан кейін кейде мынандай нәрсе болады. Бір адамға сен ат беріп сыйладың, бірақ күнден-күнде дұшпан болып тұрған біреу ана бір тай сыйлап қойса, көре алмай қиналып кетесің. Жүрек кең болу керек. Көре алмаушылық деген нәрседен шығады реніштер. Қызғаныш деген нәрседен шығады. Сондықтан бұндай нәрсені алдын алу үшін әрқашанда Алланы зікір етіп, Алладан қорқып, тәубе етіп отырсақ, адам жүрегін түзеп алады. Қазіргі қасиетті айлар басталды. Осы айларда өзімізбен жұмыс істеуді қолға алуымыз керек. Өзімізді әрқашанда рухани дамытуға әрекет жасауымыз керек. Сол уақытта Алла тағала бізді амандықпен қат-қат сауапқа бөліп, ақиретте бізді мейіріммен қарсы алады. Кім бұл дүние өмір сүре тұра, ертең қияметте Алламен кездесуді қаламаса, ертең күні барғанда Алла тағала да ол құлымен кездесу қаламайды дейді. Алламен кездеспеймін деген адам қалай болса солай ренжітіп, біреудің ақысын жеп жүре береді. Ал әрқашан өз қатесін түзетіп отқан адам Алламен кездесем ғой, не деп айтам деп, өзіне мән беріп, өмірін түзетіп алады. Алла тағала разы болсын. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннека антал алимул хаким. Бирахмат я архамар рахимин. Аллаху акбар.